Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Айгерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін осындай өте дәмді, әдемі, жұп-жұмсақ асқабақ булочкиін дайындадым. Булочки тыковки деп аталады. Қараңыздар, қандай жұп-жұмсақ. Дәмі деген өте керемет. Видеоны соңына дейін көріп, пікір қалдырып, тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Онда бірге дайындайық. Мен өзіме керекті заттарды дайындап алдым. Ең алдымен жылы сүтімізді құямыз. Сүтіміз міндетті түрде жылы болу керек. Және ашытқымызды саламыз, тұз саламыз. Және қантымызды салып араластырамыз. Керекті мөлшерін описанияда қалдыратын боламын. Менде бұны дайындап атқаным 2 порция. Описанияда 1 порцияның жазып қалдырамын. Және 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап тұрып тағы бір араластырамыз. Енді ұнымызды бірден салып жібермейміз. 2-3 бөлікке салып шығамыз. Және сухое молоко қосамын. Сухое молоко міндетті емес, бірақ қоссаңыздар өте сондай нежный дәм береді. Қосуға кеңес беремін. Енді жұмсақ қамыр келеміз. Ұнымызды осылай бөліп қосып отырамыз. Және бізге бөлме температурасында тұрған сары май керек. Менің майым кішкене қаттау болсын, мен осылай ерітіп алдым. Бірден қосып жібермей, осылай бөліп жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Қараңыздар, осындай жұмсақ қамыр шығады. Қолға жабыспайды. Енді бетін жауып, 1-1,5 сағатқа көтерілгенше қойып қоямыз. Мен тез көтерілу үшін духовкаға 40-50 градуста духовкаға қойып қоям, сонда тез көтеріледі. Қамырымыз бір көтерілгеннен кейін жақсылап тағы бір басып, 2-ші көтерілген күтеміз. Сонда міне осындай жұп-жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр шығады. Енді осыны бөліп аламыз. Бөліп алғаннан кейін енді кішкентай бөліктерге бөлемін. Мен әртүрлі көлемді қылдым. Кішкентай, үлкенде, орташа, өйткені асқабақтар әртүрлі көлемді болып келеді. Сондықтан біркелкі қылмадым. Сіздер бірдей қылам десеңіздер, весімен өлшеп алсаңыздар болады. Енді осылай барлығын домалатып аламыз. Қатты баспаймыз, ақырын сәл-сәл ғана осылай домалатамыз. Мен барлығын домалатып қойдым. Әртүрлі көлемді бетін жауып қоям 10-15 минутке. 10-15 минут өтті. Енді бізге жіп керек. Менің байлап жатқаным видеоға түспей қалыпты. Міне осылай байлап шығамыз. Асқабақтың несін жасап болғаннан кейін бетін жауып 30 минутқа қоямыз. Кішкене көтерілу керек қамырымыз. Көтеріліп болғаннан кейін бетіне жұмыртқа жағамыз. Біздің пешіміз қызып тұру керек 180 градуста. Сіздер жұмыртқа немесе жұмыртқаның сарысын жақсаңыздар да болады. Мен бір жұмыртқаны осылай араластырып, осылай жағып шықтым. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Видео ұнап жатса, поделиться деп өздеріңіздің таныстарыңызға бөліссеңіздер болады. Менің булочкиім пісіп шықты. Қараңыздар, қандай керемет. Стиліңізге салсаңыздар, өте сондай әдемі болып көрінеді. Мына мен безендіру үшін қалампыр қойып қойдым. Достар, менімен болғандарыңызға рахмет. Барлықтарыңызға ас болсын.